2000 шақырым жерде отырып та тума-туыстың даусын естіп қана қоймай, бет жүзін де көрсететін қол телефонның құдіретінен бұрынғыдай сағынып үлгірмей ме, әлде баяғыдай емешегі езіліп, өндіршегі үзіліп күтіп отырған кім бар дейсің, деген ой о бастағы елжіреуік көңілін бастықтырып тастаған ба. Сая соңғы жылдары түкпірдегі ауылына сирек келетін болған. Алыстан теректері санап алардай көрініп, көлік жүріп өтсе болды, шаңы шошымал болып аспанға шапшитын қара жолы шұбалған ауыл баяғысы екен, түк өзгермепті. Ағасының несие алып ескі үйге жөндеу жүргізгенін естіген еді. Бәрін көшіп қалаға кеттің деп жапанда жабырқамай-ақ қара шаңырақты жықпай отырған ниетіне іші елжірейді. 40 жылғы ақ сыры сарғайып, сызат сызықтарының үстінен қапқара шегесі бадырайып көрініп тұратын баяғы бөренелерді осы күнгі биттің қабығындай жұқа төбе жабымен жауып тегістеп қойғанының өзі ескі қонысқа өзінше ажар беріп тұр. Әр жерінен ұсақ дөңгелек шамдар жарқырап, осы күйінде төбенің аласарып қалғаны да байқалмайтындай. Бірі ақ, бірі көксірмен боялған 40 жылғы ағаш есіктердің орнына салған қытайлық арзан есіктен олақ есікшінің қолы көрінеді. Қиюласып жабылмайтын тұтқаларына шүберек байлап қойыпты. Пластик терезелерден еркін құйылған күн сәулесі үй үшін жап-жарық қылып, терезе жабынның алтын зерлі шашақтары жалт-жұлт етеді. Саяның көзіне бөлмелер де кеңіп қалғандай көрінді. Көңілі көз үйренген суреттің орнын іздей ме? Мына бұрышта о заманғы демесең, міні құрымаған сары буфет тұрушы еді. Сарайға жылжыпты. Беті лақталған шкафта көзге түспейтін жерден орын тауыпты. Ал енді мына жерде бірінің үстіне бірі мінгескен екі сандық тұратын. Әжесінің сандығы. Астындағысы бетіне жезден өрнек салып, шеттерін темірмен айқыш-ұйқыш қапсырып шыққан көне сандық еді. Көзімен іздеп көрді де, келе сала сандық іздеп кеткені ерсі көрінер деп, сыпайы қонақтың кейпіне еніп, басылып отырды. Дәу қара сандық қораның бір бұрышында қалыпты. Айналасында қыт-қыттап тауықтар жүр. Бұл ес білгенде ішінде атасынан қалған тұлып пен сәнді ер тұрман жататын. Сая жақындап келіп, бір шетіндегі алақандай тесікке үңіліп еді, іші жемге толы, тауықтардың сандықта айналшықтап жүргені содан екен. Есіне түсті. Баяғы оқушы кезінде бір келгенде, үй үшін әктеп жинастырып, бөлмеге үйлеспей тұрғандай көрінген сол ескі сандықты шығарып тастайық дегені бары Саяның. Сол кезде әжесі бұған жалт қараған. «Иә» деген, «Ол сандықта не шаруаң бар? Осы үйдің билігі саған қалған ба?» Осылай дегенде әжімді жүзіндегі отты өткір көзінен қаймығып қалғаны есінде. «Мен өлгесін онсыз да шығарып тастайсыңдар ғой, қазір шаруаларың болмасын». Көзі кеткесін сандықтарына да орын табылмайтынын білген екен-ау әжесі. Осы қара сандықта Саяның өзіне мәлім бір сыр бар. Бірде сандық түбінен әлдебір солдаттың майданнан жазған хаттарын тауып оқыған. «Дұғай сәлем жазамын сүйген жарға, сағынышым жүк болып атпен нарға, жауды жеңіп оралса туған жерге, ер жігітте шіркінай, арман бар ма?» деп төгіліп кететін өлеңмен жазған сол хатты оқып, айран асыр болған. Әжесінің танымайтын адамнан келген бұл хаттарды сақтап жүргеніне өкпелеп қалғаны да бар. Саяның ескі хатты оқып қойғанын білген әжесі қатты ренжіген. Кейін ол хаттар жоғалып кетті. Осы күні ғой, әжесін күйеуі соғыста шейіт кеткен соң басқа адамға тұрмысқа шықса да, осы жылдар ішінде санасында сары тап болып бұғып қалған сағынышы мен сезімін аялап жүрді мекен деген ойдан іші елжіреп кетеді. Бірде күніге 2 рет бір-бірінің халін сұрап шай ішіп жүретін 3-4 кемпір моншаға түспек болды. Әжесін жуындырмаққа Сая бірге кірді. 13-ке енді шыққан қыз үшін кәрілердің әңгімесі қашанда қызық, әсіресе тарамыс қараторы әжей мен бары аузында жүретін салдырлаған ақкөңіл әженің әңгімесін тыңдауға құмар. Өз әжесі тұйық, кешкен ғұмыры көрген бейнеті, тартқан дәмі туралы обыр жылғын айтып, кәрі жүйкесін босата бермейді. Кейде қайдағыны қозғап, не айтып отырсың деп, ақ көңіл әжейді тыйып тастайтыны бар. 4 кемпір ақ будың астында пысылдап, ыңғылдап ухлеп жүріп жуынып жатты. Біз байғұс ағаш болып кеуіп қалғалы қашан,
бізге тіпті кірде жұқпайды-ау дейм, деді тарамыс кемпір қызыл иегін көрсете күліп. Монша іші шылп-шылп легенді қолапайсыз ұстап кейде құлатып алғаннан қаңғыр күңгір. У арасында біреуі өкшесі тайып сүрініп кете жаздап сая ұстап қалды. Көп жаса айналайын. Қой ыстық екен, көп жүрмей шығайық. Кілең терісіне ілініп әрең жүргендер құлап қалармыз да, Саяжанға бейнет болармыз, деді бірі. Соны айтшы, өзімді өткен жұмада ғана келінім суға түсіріп жуындырып алған. Шешеу, қу сүйек болып қалыпсыз ғой деп, бәлду бәрі өтірік, біздің толықсыған керім-келіншек болғанымызды көргендерде қалмады ғой, бәрі кетті, деп мұңайған тарамыс әже. Кейінгілерге шешемізден осы күйімізде туғандай көрінеміз ғой. Мына қызым таңғалып қарайды. Біз десендей қыз болғанбыз қарағым, деді қолтоқпақтай қара кемпір бұған пейілденіп қарап. Сол кезде ақбудың арасында тұрса да, кәрі адамның бетіндегі әжімдері таралып, бұрынғыдан жасарып, жанарына нұр үйірілгендей көрінді Саяға. Сендердің замандарың жақсы. Біз ғой ерте есейдік, күйеулерімізді соғысқа жіберіп, ерте қартайдық. Әйтпесе бізде кезінде жап-жас әдемі болғанбыз. Сая бұл әжелердің әжім жапқан жүздерін, жастай колхоз жұмысының ауыр бейнетіне жегілгенінен қарайып, майысып кеткен саусақтарын, суық өткеннен тізесі ұстамай әрең басылатын шидей аяқтарын күнде көріп, сирек ауыстыратын көйлектеріне, сол көйлектерден шығып тұратын күн мен тер ащы құрт араласқан иісіне де үйренген. Енді оларды киімсіз көріп тұр. Ағарып кеткен сирек шаштар, кедір-бұдыр омыртқаға тарам-тарам шашылып, башпайлары мен өкшелері, кәрағаштың тамырлары сияқты бұратылып, саусақтары жер түстеніп кеткенімен, кәрі кісілердің денелерін күн шалмаған. Бұның алдында тұрғаны бір кездері сұлу болып, сымбатымен көз арбаған әйел денелерінен қалғаны. Осы қисық-қисық сүйектермен әбден босап салбырап, шалбарланған теріден бір кездегі жастық пен сұлулықты қалай аңдауға болады. Осы сәтте қартайғанда менде осындай олпы-солпы мыжтыж болам ба деген ойдан Саяның арқасы мұздап кеткені есінде. Жоқ, ол қартаймайды. Мүмкін қартаятын шығар, бірақ кейін 100 жылдан соң бәлкім. Менде қара торының әдемісі болғам. Шалым, қыпша беліңе қызықтым ғой дейтін. Сөйтіп, қойдың алдынан шыққан кезімде, далада көршісінің атына салып алып қашты ғой. Ой жалған-ай, ол дәуренде өтті де кетті. Бізді қойшы, мына кісі тіпті керім сұлу болып еді, жанары жарқыраған, шашы қандай еді, бұрымы тоқпақтай, ақ күмістен соқтырған сырғасы жарасып, ой дүние-ай, деп ақкөңіл кемпір Саяның әжесін иегімен нұсқаған. Баяғы керім шебер зергердің қолынан шыққан сол сырғаң барма жеңеше? Жас кезінде алтын күміс тағынып кербезденгені шамалы. Қазірде қызағайлығы жоқ Саяның әжесі тұрған шығар бір жерде, деген немқұрайлы. Қой, қара сандығыңда жатқан шығар, ол сандықта не жоқ дейсің? Иә, жеңешеңнің қара сандығынан орыстың басынан басқаның бәрі табылар. Кезінде сол қара сандыққа жинап сақтаған тамақ осы ауылдағы талай адамға әл бергенін, сол қара сандықтан шыққан көйлек көншектің талай жетімді жылтқанын көрдік қой, деп қызыл шырайлы жастауы оттың астын қарап келіп бір әңгіменің ұшын шығарды. Ол кездегі сандықтарда бөлек қой, құрт құмырсқа кірмеу үшін су құйып көреді дейді. Рас өтірігін білмедім. Қараталдың сүрегінен жасаған кәдімгі сандық емес пе? Білмеймін әйтеуір. Тамақ салсаң бұзылмайтын, киім салсаң міні құрымайтын бір керімі бар еді. Айтпақшы апау, баяғыда әбендеген оқымыстыны ескі мешіттің кітаптарын оқып жүр деп қудалаған кезде сол сандыққа жасырып, қашырып жіберді деген не әңгіме осы? Сонда осы қара сандыққа жасырыпты дейді. Ауа кіріп тұратын жері болды ма өзінің? Иә, бұл апамдар талай адамға жақсылық жасады ғой. Сол оқиғаны Жақай қартты айтып отыратын. Менің де естігенім, әйтпесе бұл кісілер сырашпайды ғой. Жүрегім қысылып кетті, деп тарамыс кейуана ауыз бөлмеге беттеді. Қызыл шырайлысы қайтадан, иә рас, сол әбен кейін балалы шағалы болып қызметке де тұрыпты. Сөйтіп бір азаматтың басын нақақ жаладан сотталып кетуден сақтап қалған қарасанды ол, деп әңгімені қыздыра бергенде әжесі кейлігіп, әй қызыл келіншек, сенің де есің алмайтының жоқ.
Баяғы өткенді қозғап қайтесің, өтті ғой. Небір қыспақ заман, енді келмей-ақ қойсын. Одан да келіп арқамдыс, мына бала қаттысып жүрер, сен ыңғайын білесің ғой, деп оның сөзін үзіп жіберген. Сол күні 13-тегі қыз моншадан есейіп шыққандай болды. Балалығы ма, әлде бейғамдығы ма, әжесінен оңашада қара сандық туралы сұрау Саяның ойынан шығып кетіпті. Сандықтың екіншісін мақра мүкәммал тұратын ескі шоланнан көрді. Төрт бұрышты мыс жапсырмалар салынып, орта тұсын қатырма өрнекпен бедерлеген сандық қараңғы бұрышта тұр екен. Құлпы жоқ, ашық. Ескі құсқы киім бе, көліктің темірі ме, бірдеңелер үйіліп көрінеді. Жасалғанына 100 жыл асқан сандық әлі қызмет етіп тұр. Әжесі осы сандықты қалай жақсы көруші еді. Есікті ішінен іліп алып, түн демей, таң демей, сандықтың ішіндегісін шықыр-шықыр еткізіп, Құдайдың құтты күні ақтарып жатушы еді. Кейде ол шықыр біразға дейін үзіліп қалатын. Шамасы сандықтан әлдебір затын шығарып алып, үнсіз тамашалап, ұзақ отыратын болу керек. Сол кезде Сая мына жақта жатып алып, үлкен кісі сандықтан не іздейді екен, оның ішінде соншама не бар деп ойланатын. Өйткені әжесінің сауысқан сияқты жылтырағанды іліп алып, сандыққа сала беретін мінезі жоғын білетін. Сонда не іздейді екен сандықтан? Бұрынғыдай зілбатпан көрінбейтін сандықтың темір құлақтарын ұстап, аз кем бөгелді. Сүрдің иісі мен ескі құсқының иісі шығатын шолан іші сәуірдің сызы тартып, үлгірмегеннен әлі салқын болса да тоңа қоймады. Әлде қайдан ескен майса самалдай төңіректеген естелігі жанын жылтқан. 90-шы жылдары бұл ауылда бәрі қат болатын. Жалғыз дүкен жабылып, жұрт азықты коммерсанттардан алатын. Онда да бала сүйетін тәтті құттыға ақша ауысса де, әйтпесе рәшки мен шай шекерден тарықпаса, ол да олжа болған кездер. Кейде әжесі сандығын ашып, бала шағаны жарылқайтын. Осы жолы да жаулығының астындағы селдір ақшулан бұрымының ұшына байланған кілтшені құлыпқа салып, сырт еткізіп ашқан сәтте нафталиннің иісі мұрынды жарып жібере жаздады. Алдымен қызыл қоңыр мақпал, жасыл барқыт, гүлді жібек дейсің бе, құшағы матаны бір шетке үйді. Сая осы үйілген матаның арасындағы тым шымқай түсін, көз жатырқайтын жасыл плащ пен сұр пальтоны ешкімнің үстінен көрмеген. Этикеткасы түгел болғанына қарамастан, 60-шы әлде 70-ші жылдардың сәні болса да, Құдай біледі, әжесінің сандық ашқан сайын бір бума ақ матаны алақанымен сипап өтетін әдеті. Бұнысы кебінім ғой деп әспеттеп, арасына қалампыр салып жинап қойған кәдімгі ағзон мата. Келіні мен қыздарын шақырып алып, ертең мен өлгенде ішіме кіретін 7 адамға үлестіретіндерің деп тәтпіштей беретін таза маталар мен қарама үшіме пайдаланып, 7 күндігімді бергенде қазан басындағы келіншектерге үлестіресіңдер деп жинап қойған пілдің суреті бар шәйлер мен ақ орамалдар бір шеттен көзге шалынды.